Мен сіздермен оқушылар және бүгінгі сайысқа қатысушылар. Бүгін біз сіздермен бірге тіл білгірі сайысын өткіземіз. Бүгінгі сайыстың мақсаты оқушылардың ана тіліне деген сүйіспеншілігін арттыру, өз тілін дұрыс меңгеріп, таза сөйлей білуге, ана тілін қастерлеуге тәрбиелеу. Тілден асқан асқар жоқ, тілден асқан байлық жоқ. Тілден асқан темір жоқ дей келе, бүгінгі сайысқа қатысатын оқушыларды қол соғып қошеметтеп қарсы алайық. Рахмет. Рахмет. Топтан ата, топтан ұрана. Достығымыз барда, жүрегіміз тек алда. Топтың аты, найзағай. Топтың ұраны, найзағай жауабы алған, іліктерге салғай. Топтың аты, Бірінші сайысымызды бастаймыз. Бәйге. Қазір әрбір топ бізде жаңағы алдымызда жатқан текшелерді лақтырамыз, сол текшелер арқылы қандай нөмір түседі, сол нөмірден мен сұрақ қоямын, ал сіздер жауап бересіздер. Қай топ дұрыс жауап береді, сол топқа қазынасына бір-бір асықтан түсіп отырады. Бірінші топ. Үш. Жалғаудың неше түрі бар? Жақсы. Үшінші топтың қазынасына бір асық түседі. Екінші топ. Мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйінін не дейміз? Үшінші топтың қазынасына бір асық. Қазақ тілінің әріпбиі неше әріптен тұрады? Келесі екінші топ лақтырады. Нүкірге жалғанатын қосымша қалай аталады? Жұрнақ пен қалай аталады? Екінші топтың қазынасына бір асық. Келесі үшінші топ лақтырады. Төрт. Сөздің түпкі бөлшегі қалай аталады? Осымен бірінші айналым аяқталды. Бірінші топтың қазынасын асықтарын санаймыз міне. 1, 2, 3, 4. Екінші топтың қазынасында бір асық. Үшінші топтың қазынасында бір асық. Ендеше жаңағы бірінші топ бір адым алға шығады. Сары жолаққа жақындаймыз. Балалар, екінші айналым бізде полиглот, бұл жерде, яғни мақал-мәтелдің түсіп қалған сөздерін тауып, үш тілдегі баламасын айтады. Бір сұраққа жауап беріп, бір нұсқасын айтса, қазынаға асық түседі. Әрбір дұрыс жауаптан бір-бір асықтан қазынаға жинап отырамыз. Сонымен бірінші топқа. Өнер алды қызыл тіл, не? Қазақша, орысша, ағылшынша. тіл, язык. Өте жақсы. Екінші топқа тіл тас жарады. Жармаса бас жарады. Тас, камень, самат. Өте жақсы. Жаңағы бірінші топтың қазынасына бір асық. Екінші топтың қазынасына бір асық. Өте жақсы. Үшінші топ шақырамыз. Талқаудың жаны тәтті, еңбектің тәтті. Наны тәтті. Өте жақсы.
Üçüncü toптun қазынасына. Жақсы, арманға да кетті. Бірінші топқа, я, қорқақ мұң көреді, ер көреді. Өте жақсы. Қазынаға бір асық. Келесі екінші топқа. Таяқ еттен өтеді, сүйектен өтеді. Екінші топтың қазынасына. Келесі қыстың қамын ойла. Лето, сауна. Өте жақсы. Қазынаға. Жақсы. Үшінші айналым асыл сөз немесе ана тілі әлемі. Сонымен бірінші топқа. Жырды айтушы адамды қалай атайды? Өте жақсы. Екінші топқа. Алпамыс батырдың қарындасының аты? Өте жақсы. Екінші топтың қазынасында бізде екі асық, барлығы бізде қанша? Бесеу. Үшінші топтың қазынасында бізде екі асық, барлығы бесеу. Ендеше қазір біз осы екі топпен ойнаймыз. Екі топқа мен естірмейтін есті сөз деген айналым бойынша көне сөздерді айтамын. Сол көне сөздердің мағынасын айту керек. Сонымен біз үшінші топпен осы ойында қоштасамыз. Үшінші топ рахмет. Екінші топты шақырамыз, алға бір адым жол дейміз. Екінші топ. Мына жерге тұра қойыңдар. Екінші топ мына жаққа тұра қойыңдар. Бесінші айналым жорға. Бұл айналымда жаңағы екі топқа бірдей сұрақтар қойылады. Қай топ шақшан жауап береді және қазынасында қанша асық жинайды екен. Сонымен сын есімнің сұрақтарын ата. Сын есімнің сұрақтары ол қандай Нұрлаусыз мүшелерді ата. мүшелер бұл анықтауыш, тоқтауыш, пысықтауыш. Бірінші, үшінші қандай сан есім? Баяндауыштың сұрақтарын ата. Қанша септік бар? Топтың қазынасында бізде жаңа 3 асық жиналды, екінші топтың қазынасында 2 асық жиналды. Ендеше бүгінгі сайыста алға шыққан, жасыл жолақшаға шыққан топ достық тобы. Марапаттар Айшаттың қыздар Ане Айсана, Мирам Шнар. Кокенова Карина. Ана тілің арың бол, жатың бол құрметте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Қадыр ағамыздың болғандай, ана тілінің мәртебесін көтеріп құрметтейік. Жасай бер ана тілі